Сәлем, үшінші сынып оқушылары. Бүгін сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Олай болса, 51, 52, 53-ші беттегі тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Ал қазір 51-ші бетті ашамыз. Төбеде study spot деп жазылып тұр балалар. Бұл бізде ереже. Қараңдаршы, мына жерде 4 демеулік беріп қойыпты, я? Opposite, next to, between, behind. Балар, бұл бізде демеуліктер, яғни қай жерде орналасқанын білдіретін демеуліктер. Бірінші бізде opposite. Opposite деген бізде қарама қарсы дегенді білдіреді, яғни екі зат бір-біріне қарама қарсы тұрса, онда opposite дейміз. Келесі next to. Next to деген ол бізде жанында дегенді білдіреді. Келесі between. Between деген бізде арасында, яғни екі заттың арасында, ортасында болса, between болады. Келесі бізде behind. Behind деген артында, бір заттың артында тұрса, яғни behind деп айтамыз. Мысалға қараймыз, where is the bakers? Яғни наубайхана қай жерде? It's next to the bank. Ол банктың жанында деп жазған. Осыған қарай енді біз астындағы 7-ші тапсырманы орындаймыз, балалар. Мына жерде суреттер берілген, я? Суреттерге жақсылап қараймыз. Бірінші бізде bakers, наубайхана, екінші супермаркет, үшінші butcher, келесі бізде, яғни қасапшы, я? Қасапхана. Келесі бізде post office, келесі бізде greengrocers, яғни жеміс-жидектер магазині, және hospital. Ол бізде аурухана. Енді осыған қарап тұрып, мына жерде тесті жасау керекпіз. Бірінші сұрақ. The supermarket is bakers. Супермаркет наубайхананың қай жерінде? Next to, жанында. Келесі. The butchers is the hospital. Қасапхана аурухананың қай жерінде орналасқан? Қарама қарсы, opposite, A. Үшінші. The greengrocers is the post office and the hospital. Жеміс-жидек магазины post office пен аурухананың ортасында, between, B варианты, және 4. The post office is opposite the bakers. Яғни почта ол наубайханаға, opposite қарама қарсы, B варианты. 5. The greengrocers is the next to hospital. Жеміс-жидек магазины, дүкені аурухананың жанында. 5-шісі A next to деп жазып аламыз, балалар. Келесі бізде 8-ші тапсырма exercise 8. Talk with your friend. Досыңмен бірге сөйлес, яғни диалог құра деген балалар. Мен бір ғана мысал беріп кеттім. Ары қарай өзгертіп, немесе жалғастырып, орындап кетуге болады. Мысалға, екі оқушының арасындағы диалог. Excuse me, where is the post office? It's behind the bank. Thank you. And where is the hospital? It's next to the hostel. Яғни, кешірерсіз, почта қай жерде? Ол банктың артында, рахмет. Ал аурухана қай жерде? Ол қонақ үйдің жанында деп жазып кеттім. Қасында келесі exercise 9. Thinking up, read and label the buildings. Баларына жерге ғимараттардың пішінін келтіріп қойған. Соған қарап отырып, біз мына мәтінді оқи отырып, қандай ғимарат екенін табу керекпіз. Мысалға, біріншісін оқимын. The butchers is between the bakers and the post office. The supermarket is opposite the bakers. There are greengrocers behind the post office. Мен бұл сөйлемге қарап отырып, бірінші бізде орналасқан супермаркет, екінші post office, үшінші butcher, төртінші baker, бесінші greengrocers деп жазып қойдым, балалар. Дәптерімізге орындап шығамыз. Next exercise 10. Listen and read. Балалар, болсақ, енді 52-ші бетті ашамыз. Бұл жерде бізге бір шағын әңгіме берілген. Суреттерге қарап отырып, диалогты оқып шығамыз. Бірінші мен оқимын, тыңдап, кейіннен қайталап оқисыңдар. Бұл жерде әжесі мен Джейктің арасындағы әңгіме. Бірінші сурет. Jake, can you get some cakes from the bakers, please? Yes, where is it? Екінші сурет. It's next to the bank and get some apples from the greengrocers too. Okay, Gran, where is the greengrocers?
Үшінші. It's between the post office and the hospital. Okay, Grant, anything else? Get some sausages from the butcher's and some sweets from the sweet shop. Look, Grant, it's all from the supermarket. The supermarket? Yes, Grant, there is a supermarket opposite your house. Oh, really? It looks like a cinema. Яғни әжесі Джейкті жұмсайды, иә, бірінші бізде не алып кел дейді, наубайханаға барып бәліш алып келші, өтініш дейді. Ол қай жерде дейді? Ол банктың жанында, және де жеміс-жидек дүкенінен алма алып келші дейді. Жарайды, жеміс-жидек дүкені қай жерде дейді? Ол бізде почтамен аурухананың ортасында, және тағы не алып келейін дейді. Шұжық алып келші дейді, иә, қасапханаға барып шұжық алып келші дейді, және тәттілерді тәтті дүкеннен алып кел дейді. Келесі қара көп азық-түлік алып келеді. Қарашы, әжетай, мен бұның бәрін супермаркеттен алдым дейді. О, супермаркет па дейді? Я, ол сенің үйінің қарама-қарсысында орналасқан дейді. Шынымен де солай ма? Мен оны кинотеатр деп ойлап жүрмін ғой дейді. Міне осылай шағын әңгіме, балалар. Енді өздерің оқып шығыңдар. So, exercise 11. Read the story and complete. Балалар, енді біз 53-ші бетті ашып, осыған қарай, осы диалогқа қарай тапсырмаларды орындау керекпіз. 11-ші жаттығуда оқы және жалғастыр деген мен жауаптарын жазып қойдым. Біріншісі бізде get some cakes from the bakers. Yeah, apples from the greengrocers. Үшінші, get some sausages from the butchers. Get some sweets from the sweet shop. 4 сөйлемді жазып шықтым. 12-ші жаттығу бізде find the following in the story. Яғни мына жерде суреттер берілген, сол суреттер қайсы әңгімеде, яғни қай суреттегі әңгімеде көрсетілген. Жақсылап қарап шығайықшы, балалар. Қане артқа қарап, сол бетті ашып қарап шығамыз. Бірінші сурет бізде car, машина, ол бізде 6-ші әңгімеде аталған. Келесі екінші сурет бізде picture 3, үшінші мәтінде, яғни үшінші суретте аталған. Келесі үшінші сурет бізде екінші суретте аталған, балдар қарайықшы, жақындатып, иә, бәліштер. Және 4-ші сурет бізде 5-ші суретте аталып кеткен, міне балалар. Осылай тауып белгілеп қоямыз. 13-ші тапсырма бізде act out the story, яғни айтып беру. Мына жерде әжесі мен Джейк болып, сыныпта ауызша айтып беруге болады, балалар. Енді астындағы тапсырмаға қараймыз. Exercise 14, 14-ші тапсырма, talking point, listen and read, make a new dialogue with your friend. Бірінші диалогты оқып алып, кейін өздерің жаңа диалог құрастырыңдар деген. Бұл жерде Ән мен Петердің ортасындағы диалог құралған, иә? Ән айтады. Peter, can you get some milk from the supermarket, please? Peter, yes, of course. Where is the supermarket? And it's on Apple Street. It's next to the butcher's. Peter, okay. Anything else? And get some sausages and some cheese too, дейді. Астында мен Айжан мен Самалдың әңгімесін жазып қойдым. Самал, can you get bread from the baker's, please? Yes, of course. Where is the baker's? It's between hospital and the supermarket. Okay, anything else? Get cakes too. Міне балалар өзгертіп немесе осы сөйлемді ары қарай жалғастырсаңдар болады. Келесі exercise 15. Listen, point and repeat. Жақсылап тыңдаймыз. Бұл жерде O деген дыбыс берілген. Sound spot O. Бірінші house, үй, house. Келесі mouse, тышқан, mouse. Blouse, блузка. Келесі exercise 16, complete, then listen and repeat. Бірінші тыңдаймыз, қайталаймыз және жалғастырамыз. The mouse with the brown blouse is in the round house. Яғни кішкентай тышқан қоңыр үйдің ішінде, қоңыр блузка киіп, үлкен домалақ үйдің ішінде дейді. The mouse with the brown blouse is in the round house. Деп жазып аламыз, балалар. Балалар, осылай барлық тапсырманы орындап шықтық. Егер түсініксіз болса, астына комментарийға сұрақтарыңды қойып кетсеңдер болады. Келесі кездескенше сау болыңдар.